Бәріне сәлем, менің атым Бауыржан және бұл Бокаплей арнасы. Арнаға тіркеліп, колокольчик басып, лайк басып, арнаны қолдап отырамыз. Кеттік. Қазіргі заманда жарнамалар өте көп. Жан-жақтан бізге әртүрлі слогандар мен әдемі әшекейленген тауарлар айқайлайды. Бірінші, біздің негізгі инстинкттеріміз арқылы манипуляция жасау. Біздің негізгі инстинкттеріміз көбею, жайлылық және тоқшылық. Бірақ олардың ең күштісі көбею. Көбею адамдардың негізгі мақсаты болып табылады. Адамдар аштан өлуі мүмкін, бірақ егер оның биологиялық тұқымы өмірді жалғастырса, оның биологиялық мақсаты орындалған болып саналады. Жарнаманы шығарушылар бұл тәсілді тым көп қолданады. Биологиялық көзқарастан қарағанда жыныстық қатынасқа реакция бізде ең күшті болып саналады. Оның әсерінен бізде өте көп энергия пайда болады. Экрандағы әдемі қыз біздің негізгі инстинкттерімізді оятады, және соның әсерінен бізді онымен қатысы бар нәрсені қалауға мәжбүрлейді. Егер ол қыз автомобильмен байланысты болса, біз ол автомобильді қалаймыз. Егер темекімен немесе бұлшық еттермен байланысты болса, біз оны да қалаймыз. Дәл осы көбею актісі арқылы адамның ақыл-ойымен манипуляция жасайды. Сондықтан біз экрандағы жартылай жалаңаш қыздарды көп байқаймыз. Жігіттер үшін бұл әрекетке сигнал болса, әйелдер үшін бұл сұлулықтың эталоны болып қабылданады. Осылайша сол қыздың қасында тұрған продукт көбірек сатылады. Екінші, қайта-қайта қайталау. Дана адам егер адамға қайта-қайта шошқа екенін айта берсек, ол ақырында шошқаша бақыратын болады деген. Өте көп мәрте адамға бір нәрсені көрсетіп тыңдата берсең, адам оған жай ғана мән бермей кетеді. Мысалы, адам өз мұрнын көрмейді, бірақ оның мұрны көзге көрінетін жерде тұр. Егер біз назар аудармасақ, ол информация тікелей мидың түбіріне барады. Ол мида әртүрлі ұғымдар қалыптастырып адамды басқарады. Мысалы, егер біз 100 рет бір тіс пастасын көрсек, 101-ші ретте ол біздің миымызға тікелей барады. Келесі жолы біз дәл сол пастаны сатып аламыз. Үшінші, терминология. Теледидар көрмеңіздер. Олар бізді ғылыми сымақ терминдер арқылы алдайды. Шешім қабылдай отырып біз үздік продукты таңдаймыз, бірақ біздің ми өзіне сақталған және таныс продукты таңдайды. Қазіргі заманда бірде-бір жарнама, яғни денсаулықпен немесе сұлулықпен байланысты жарнама, шын зерттеулермен ешқандай қатысы жоқ. Шынымен де ол компаниялар үшін адамды сау немесе бақытты қылатын продукты сату дұрыс идея болмайтын еді. Егер адам мәңгі сау болатын продукт тапса, кім оны қайтадан алады? Мысалы, перхеттен тазалайтын шампунь. Неге адамның перхетін кетіру керек? Егер ол перхеттен айырылса, ол қайтадан перхеттен сақтайтын шампуньді сатып алмайды. Бизнес жағынан қарағанда бұл тиімді емес. Теледидарда айтатын терминдерді естігенде мұқият болыңыздар. Төртінші, адамдардың психикасына түстердің әсер ететінін адамдар баяғыдан біледі. Кейбір түстер адамдарға белгілі бір әрекет жасауға көмектеседі. Аппетит ашуға әсер етеді, қан қысымын өзгертеді, тіпті керекті гормондарды оята алады. Психологияда тәжірибесі бар адамдар жай ғана түстерді ғана пайдаланып адамды өзгерте алады. Түйін, өзімізді жарнамалардан шектеу керек. Әрине, қазіргі заманда жарнамадан толықтай жасырынып қалу мүмкін емес. Лайк басып, арнаға тіркел. Ал сіздермен болған Бауыржан және Бокаплей арнасы. Келесі видеода кездескенше. Хочу сказать, тебе сказать, ты лайк поставь и подпишись. Если подписан, значит лайк поставь, а лайк поставил, значит подпишись. Хочу сказать, тебе сказать, ты лайк поставь и подпишись. Если подписан, значит лайк поставь, а лайк поставил, значит подпишись.